ойлашы, ютубқа кірдің, Алишмәз деген ағайдың каналын тауып алдың. Теңсіздіктер деген тақырыпты ана жерде кіресің. Бағдәулет ағай сабақ түсіндіріп жатыр. Теңсіздіктерді үйреніп алдың, машын, короче. Папаң саған ұрыспайды. Күнде сабақтан 5 табасың, короче, бауырым. Түсінсе кайфты. Оппа, оппа, оппа. Мәселен, біз бүгін жаңа тақырып өтеміз. Жаңа тақырыпта теңсіздіктердің қасиеттерін үйренетін боламыз. Кеттік, бастайық. Бізде барлығының осыған 6 қасиеті бар, және мен сіздерге соңында экзампл көрсететін боламын. Ең алғашқы біздің өтетін бірінші қасиеті теңсіздіктердің ол сандардың бір-бірінен үлкен екенін дәлелдеу. Бұл өте оңай зат. Біз бұны бастауышта бірінші класстан білеміз деп ойлаймын, жалпы логичный зат. А кіші Б-дан. Біз осы кезде мынандай таңба қолданамыз. Яғни бұл бұның үлкен екенін білдіреді. Келесі зат айтады, теңсіздікке санды қосу. Яғни мына теңсіздікке бір санды қосайық деп айтамыз. Мысалға А-ға біз С санын қосатын болсақ, сәйкесінше біз Б санына да қосуымыз керек. Себебі неге мына теңсіздікті біз осы күйінде сақтап қалуымыз керек. Дәл осы зат мына нәрсеге жұмыс жасайды. А азайтылған С болса, айталық бұл жерде осындай үлкен, мына жағы үлкен болса М деп алайық. М азайтылған С үлкен N азайтылған С, иә. Бұл азайту несіне келеді, міне. Біз азайтатын бірінші салдар деп тұрмын. Осы жерде, яғни азайтуға да болады, қосуға да болады, екі жағынан сандар. Үшіншісі ол теңсіздікті бір-біріне қосу. Мұнда біз экзамплға қарайтын болсақ, А кіші болады Б-дан, және С кіші болады Д-дан деген. Яғни біз не істедік? А-ға С-ны қостық, және Б-ға Д-ны қостық. Яғни А қосылған С, ол кіші болады Б қосылған. Және бұны дәлелдеп көрейік. Мысал берейік. Мысалға 6, иә, кіші 8-ден 1 кіші ол 2-ден, иә. Біз мұны қалай дәлелдейміз? 6-ға 1 қосамыз. Так. Иә, 6-ға 1 қосамыз, ол бізде 7-ні береді. 8 2 болса 10-ны береді. Ол 10 бізден 7-ден үлкен. Теңсіздік дәлелді орындалып тұр. Бізде мынау бастысы осы. Келесі теңсіздіктерді азайту. Екінші салдар. Мен бұны сіздерге уже түсіндіріп қойдым. Яғни біз сандарды бір-бірінен азайта аламыз. Сәйкесінше дәл солай біз нелерді азайта аламыз бір-бірінен. Теңсіздікті бір-бірінен азайта аламыз. Тура қосқан секілді. А кіші Б-дан айталық, L кіші K-дан, дәл қосу белгісі секілді дәл солай азайтамыз. Екі жағын бір-бірінен азайтамыз. А-дан L азайтамыз. L кіші болады B-дан K-ді азайтамыз. Бұған да бір экзампл беріп көрейін, мысал беріп көрейін. 7 кіші болады 10-нан, 9 кіші болады 10-нан, азайтамыз бір-бірінен. Так, сонда бізде 7-те 9 азайтамыз, минус 2 болады. Онда бізде 0 шығады. Бізде 0 үлкен минус 2. Так. Бұл түсінікті. Енді теңсіздіктерді бір-біріне теңсіздіктерді санға көбейту дейді. Біз мына нәрсені есте сақтауымыз керек. Біз теңсіздікке бір санды қосатын болса, екі жағына да қосамыз, азайтатын болса, екі жағына да азайтамыз, көбейтетін болса, екі жағына да көбейтеміз, бөлетін болса, екі жағына да бөлеміз. Болды. Мысалға А теңсіздігі. Мына теңсіздікті алатын болсақ, А кіші Б-дан С-ны көбейтетін болса, А көбейтілген С, Б көбейтілген С. Енді қараңыздар. С бұл кезде 0-ден үлкен жағдайда. Бұл жағдай 1. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Ол С бізде кіші 0-ден. Ол кезде А кіші Б-дан біз бұған көбейтеміз, қараңыздар. А көбейтілген С, Б көбейтілген С. Бірақ бұл кезде таңба не болады? Осы Б жағы үлкен болып тұрса, бұл кезде А жағы үлкен болады. Неге? Себебі айталық, бізде 2 ол А-ға тең, Б ол 5-ке тең. Енді минус С-ді алайық біз, ол минус 1-ге тең. Ол бізде сәйкесінше 0-ден кіші. Дұрыс па? Демек, минус 1-ді көбейтейік. 2 көбейту минус 1. 5 көбейту минус 1. Енді, сонда бізде не шығады? Минус 2 шығады. Мына жақтан минус 5 шығады. Енді қайсысы үлкен? Минус 2 үлкен. Екенін біз көреміз. Сондықтан біз әрдайым есте сақтауымыз керек. Минус санға көбейтсек те, бөлсек те, теңсіздік белгісі керісінше, яғни таңбаға ауысады. Бұл өте қарапайым жалпы логика. Біз бұны жалпы білеміз деп ойлаймын бастауыштан. Так, келесі есеп ол бөлу. Оны түсіндіретін болсақ, тура осы зат, бірақ бөлеміз. Мысалы, ол С деген затты айтып отырмыз. Ол С на самом деле ол 1 бөлінген 2 да болуы мүмкін. 1 бөлінген 2 болған кезде біз А-ны 2-ге бөлеміз деген сияқты. Яғни көбейту мен бөлудің екеуінің логикасы бір зат. Мысалы, бір мысал берейін. 8 кіші 10-нан 2 жағында 2-ге бөлемін. Немесе 2 жағында минус 2-ге бөлемін. Бірақ не болады? Мынаны біз өлшеп тастаймыз да.
біз бұл жерге былай жазамыз. Иә, өйткені мына жақта бізде минус 4 береді, мына жақта бізде минус 5 береді. Бізде минус 4 ол үлкен. Так, енді келесі мәселе бір-біріне көбейту және бөлу. Мысалға неге қарайтын болсақ, а үлкен b-дан, b үлкен 0-ден, және с үлкен t-дан, және d үлкен 0-ден. Бұл жерде көбейту не істедік? Мына жерде көбейту бар. Көрдіңіздер ме? А-ны с-ға көбейттік, және b-ны t-ға көбейттік. Теңсіздік орындалып тұр. Мысалы, 7 кіші 9-дан, минус 1 кіші 0-ден. 7-ге минус 1 көбейтеміз, минус 7, 9-ға 0 көбейтеміз, 0. 0 минус 7-ден үлкен. Біз оны дәлелдерге. Келесі нәрсе, біз осыдан бөлу тағы да осыны қолдану арқылы біз жетінші қасиетін аламыз, ол бөлу деген ғой. Көрсетемін. Мысалы айталық. Так. Неге жазайық? 7 көбейту 8. 8 көбейту 9, иә. Жоқ, 8 демей қояйық. 9 көбейту 10. Енді осы жерде біз былай жасақ болады. Бірінші былай жазайық. А, N үлкен, мысалы мына жағы үлкен деп алайық. B, M, E. Екі жағында мен бір санға бөлсем болады. Мысалға бөлейін А, B-ға бөлейін, иә. Мына жағында А, B-ға бөлейін. Ол кезде алар қысқарады, бұлар қысқарады. Біз уже бөлу қасиетін қолданып жатырмыз да. Жаңа қасиет алып жатырмыз. Ол кезде N бөлінген B және M бөлінген A деген шығады. Міне. Ол міне мынау тұр. Дәл сол нәрсені біз осы жерде қолдансақ болады. Міне 7 бөлінген 10 деген қолдансақ болады, дұрыс па? 7 мен 7 қысқарады, 10 мен 10 қысқарады. 8 бөлінген 10, 7 бөлінген 9 бөлінген 7. Так, орындалма. Мында бізде 2 бөлінген 5 шығады, 9 бөлінген 7. Мынау бізден 4 мындан 5-те 2-ге 2-ні 4-ге 4-тен 4 береді. Ол 7-ге бөлсек, ол 1,7 бөлінген 2. 2 бөлінген 7 дегеніміз. Яғни 2 бөлінген 7 көп па, 0,4 көп па дегеніміз. Әрине бізде 1 көп, дұрыс па? Бізде мына жағы үлкен. Теңсіздік орындалып тұр. Бізде уже 7 қасиетінде қарап біттік. Енді мен сіздерге уже 7 экзампл беріп қойдым. Жалпы теңсіздіктердің несін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қасиеттерін біз ең оңай қасиеттерін үйрендік бұл тақырыпта, және соған байланысты мен экзамплдар сіздерге көрсеттім. Енді бұл тақырыпты толық жетік меңгергіңіз келсе, видеоның астында сілтеме болады. Сол жерге кіріп, кітап жүктеп алсаңыздар болады. Және ол кітаптың ішінде осы видеоның сілтемесі де бар, яғни QR коды бар. Сол жерден осы видеоның QR кодын көрсеңіздер болады, және келесі видеоларды көрсеңіздер болады. Және одан бөлек тақырыпты бекіту үшін видео ойындар, яғни геймификация жасап қойғанбыз. Сол жерде сіздер соны ойнап тағы үйренсеңіздер болады. Және егер сіздерде басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарий жазып кетсеңіз болады. Біз әрдайым комментарийға жауап бере аламыз, және видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркеліп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше. Келесі видеода басқа ағайымыз сіздерге бұның күрделілігін үйрететін болады.